Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de "Fazkuruni azkurkum veşkuruli ve la tekfurun" deydi. Meni eski alыңдар deydi. Men sendерді eski alamын deydi. Allah'ını eski alu kalay болады? Akemiz şişemiz ölgende ötürük жылау mu? Akemiz tiriliginde kadri жоқ еді, bir tiyindi konu жоқ еді. Ölgenden keyin жылқы soyamız, tüye soyamız. Oyбай үлкен ана kafeni dayında deymiz. Ana үлкен kafeni. Adamlar sыймай қалады. Aken kabirге sıyıp жатыр ғой. Ha? Aken kabirde жатыр ғой. Soның tirilik günde bir tiyindilik bir kadri болған жоқ саған. Құрметінде қыла алмадың. Ölgenden keyin endi саған ол абыройдың ne gereği var? Bala şakasının kadri жоқ. Әйтеуір бала шағаны аузына шоколад кәмпитін тығып алып тұрып, имансыз өсіріп атқан қанша адамдар бар да. Иман жоқ. Олар кәлиманы айтты, айта алмайды. Кәлиманы сұрашы, айта алмайды. Қарасаң университетте оқып атқан, ойбай, Америкада оқып атқан, жыртық Европаның қалып кеткен шалбарларын киіп алып тұрып, жүр, әкесі шешесі көреді. Оған үндемейді. Білет, бірақ ешнәрсе айта алмайды. Себебі оны тыңдамайды ол. Жаңа айтып өтіп кеттік біз. Баланы жастан деп айтып кеттік. Баланы жастан киіндіріп үйренсеңіз ол үйренеді. Allah'ını еске алу, бұл ең бірінші баладан болатын болса, Пайғамбар саллаллаху алейхи ve sellem'nin hadisini еске алдырып, Пайғамбар алейхиссалам не деді? Балаңыз 7 жасқа келгенде намазға үйретің. Балаңыз 7 жасқа келген намазды үйретің. 10 жасқа келгенде намаз оқымаса, ұрып болса hem намаз оқытың деді. Бізде мысалы қажылықта көп көреміз, не бар? Аталар бар. Қажылыққа келген, бірақ дәрет алу білмейді. 60-70'ge kep қалған, бірақ дәрет алу білмейді он. Не істесін? Оған кім кінәлі? Allah'ını еске алу ең бірінші баладан басталады. Yani balаны dini talim terbiyeмен terbiyelеп. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem balаны 7 жаста namaz оқуға үйретің. Namaz оқымаса ұрып болса hem оқытың деген. Бұл деген ұрып талдырып таста деген нәрсе емес. Ұрып көзін ойып ал деген нәрсе емес. Қабырғасы жоқ, саясат үшін баланың намазына қарау керек. Енді 7 жас пен 10 жастың арасында 3 жыл болатын болса, осы 3 жылдың ішінде оның намазына қарайтын болсаңыз бар ғой, ол 10 жастан кейін намазын тастамайды. Сізге дуа көй болады. Сізді Аллах үшін жақсы көреді. Ертең сіз қартайған уақытыңызда сіздің алдыңызда жорғалап жүрген сіздің ең мейірбан балаңыз болады. Allah'ını еске алу немен болады? Allah'ını еске алу әрдайым Allah'dan korkuменен болады. Әрдайым барлық жерде. Ол той болсын, өлім болсын, Allah'tan korku еске алу деп. Бұл Allah'ını еске алу осы болады. Allah бұйырған нәрсені орындау, Allah қайтарған нәрседен қайту. Bir gün bir жігіт келіп, маған жылап жатыр. Ұстаз дейді, не істеймін дейді. Үйленетін жарды өзім таптым, бір намаз оқитын қызды таптым дейді. Соны енді үйленемін десем, әкем тұрып алған дейді. Мен айтқан қызды алмадың. Қаяқтағы бір паранжының ішінде біреу тауып келдің. Ол мен үшін өлім емес пе деп айтады дейді. Сонда мен айтып жатырмын әкеме дейді. Әке, онда мен көшедегі бір жезөкшені алып келсем, сізге ешқандай айырмасы жоқ болсам, сенің мына паранжыңнан гөрі көшедегі жүрген көбелегі артығырақ еді деп айтады дейді. Міне әкелердің дәрежесі қай дәрежеге болып кетті. Әке, сіз не деп жатсыз? Мен сіздің ақыры перзентіңізмін ғой. Менен сіздің ақыр ұрпағыңыз тарар қойса, ондай сапсатан маған айтпағын. Мен ертең столдың бәріне қайтып арақ қоям. Енді сен өстіп келдің, мен араққа толтырам. Сен төрде отырасың. Мына қатының паранжысымен отырады. Мен саған көрсетейін деп дөріп, әкенің істеп атқан жұмысына қараңыз деген. Бәлкім мұсылман адам Аллахтан қорқу керек. Мұсылман адам әрдайым Аллах барлық уақытта, той болады ма, ол өлім болады ма, Аллахтан қорқу керек. Bir gün bir janazаға бардық. Janazаға барсақ, адамдар ауқат ұрып отыр ғой, шарылдатып ұрып отыр, аузы басы бәрі май болып кеткен. Сөйтсе біреулер айқайлап жүр, ой, пәленшеге мынандай жамбас қоймапсың, анаған құдаларға ана қоймапсың. Өлімде, әкенің өлігі жерде жатыр.
Қазақ бекерге айтпайды, өлі разы болмай, тірі байымайды деп бекерге айтпайды. Қазір бізде бай болып кеткен, бірақ рухани кедей. Дұрыс ол бай. Оның үлкен этаж үйлері бар, әдемі өте жақсы әдемі машиналар бар, бірақ олар рухани кедей. Ол өзінің қойнында қатынында да сөз өтпейді, өсіріп жатқан бала шағасында да сөз өтпейді. Оның бір тиынды құны жоқ ол адамның. Қазақ бекерге айтпайды, өлі разы болмай, тірі байымайды. Өлі қашан разы болады? Оны жақсылап тұрып, шариат жолыменен көмсең разы болады да ол. Оның арқасынан Құран оқып тұрсаң разы болады да ол. Әттең, осындай жағдайларға қалай қараймыз? Allah Subhanahu Teala meni еске алыңдар дейді. Егер біз Алланы еске алып, адалмен жүретін болсақ, адалмен тәрбиелейтін болсақ, адал өмір сүретін болсақ, Allah Subhanahu адал перзент беріп қояды. Ертең қияметте басымызға тас кигізетін перзенттерді шығарып қояды.